Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Осы алда келе жатқан барыс жылында жасаған барлық дұға тілектеріңіз қабыл болсын, армандарыңыз, алға қойған жоспарларыңыз бәрі орындалуына тілектеспін. Бүгін осы жылдың қорытындылап, соңғы бір видео болсын. Өзімнің қазақша трейдинг атты видео топтамамның кезекті видеосы. Тақырыбы сауда ордерлары. Сауда ордері дегеніміз не және оның түрлері. Осы барлығын графикте әр сделканы ашып жабып мысал ретінде көрсетіп өтейін. Так, мысалға жалпы сауда ордері дегеніміз не? Ол трейдердің қандай да бір сауда құралын не жоғары, не төмен қарай сатып алу үшін өзінің брокеріне жіберетін тапсырысы, яғни өтінімі, заявка дейді орысша. Неге брокерға жібереді? Себебі, енді барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын, кез келген трейдер мысалы жеке өзі биржада сауда жасай алмайды. Ол биржада сауда жасау үшін оған жаңағы делдал керек, яғни посредник керек, брокер керек болады. Жаңағы трейдер өзіне керек брокерін таңдап, сол брокердан келісімшартқа отырып, сауда счетін ашып болғаннан кейін жаңағы брокердің ұсынған сауда терминалын көшіріп алу арқылы жаңағы ордерларды орындайды, сделкаларды жасайды. Енді жаңағы сауда ордерларының түрлері. Оның екі түрі болады. Біріншісі нарықтық және кейінге қалдырылған ордерлар. Нарықтық дегеніміз ол қазіргі ағымдағы баға бойынша не сату, не сатып алу. Мысалы, осы ағымдағы баға бойынша біз төмен қарай позиция ашқымыз келсе, міне мына жерде новый ордерді басамыз. Мына жерде ордер деп тұр, символ дейді. Яғни бұл сауда құралының атауы. Қазіргі шақта бұл жаңағы британский фунт, японский иена деген валюта. Енді келесі көлемін көрсетеміз, қандай объемда, қандай көлемде біз позиция ашқымыз келеді. Бұны басқа шарттағы лот деп айтады. Одан кейін стоп-лосс. Стоп-лосс дегеніміз ол біздің шығынымызды шектейтін ордер. Бұл да ордердің. Тағы үшінші түрі ол стоп-лосс пен тейк профит. Бұл шектеуші ордерлар. Яғни біздің әр жасаған мәмілемізден табыс пен шығынымызды шектейтін ордерлар осы. Стоп-лосс пен тейк профит. Бұл жерде біз енді әркімде өзінің әрқалай. Мысалы, біреу 100 пункт қояды стоп-лоссқа. Өзім мысалы осы валюталарды сауда жасаған кезде орташа 100-150 пункт қоям. Стоп-лосс 100 пункт болса, онда take profit мысалы менің табысым шығынға қатынасы кемінде 3-1 болады. Яғни кемінде мен 300 пунктке take profit қоямын. Егер 150 пункт стоп-лосс қойған болсам, онда take profit менде міндетті түрде кемінде 450 пункт болады. Жақсы, ары қарай мынарды тип дейді, жәнегі рыночный исполнение дегеніміз, жәнегі осы нарықтық бағамен, ағымдағы бағамен мәміле ашу деген сөз, позиция ашу деген сөз. Осы жәнегі мына жерде екеуі бар. Жәнегі рыночный нарықтағы бағамен және кейінге қалдырылған ордер. Әзірге осы нарықтағы бағамен ашылатын ордерді көрсетейін. Бұл жерде енді ары қарай міне sell дейді, buy market. Жәнегі нарықтық ордер немесе маркет ордер деп айтады. Одан кейін buy. Sell дегеніміз продажа, төмен қарай сатамыз деген сөз. Buy дегеніміз сатып алу деген сөз. Жоғары қарай осы бағада ағымдағы бағамен сатып алатын болсақ. Мысалы, осы жерде жәнегі біздің сауда құралымыз британский фунт, японский иена. Мына жерде бит бағасы, одан кейін аск бағасы. Екеуінің арасында айырмашылық бар. Мысалы, 369 болса, 376. Бұның арасындағы айырмашылық 7 пункт. Әр валютаның әр несі
спреді әртүрлі болады. Бұл спред жәнегі плавающий дейді, яғни ауыспалы өзгеріп отырады. Қатып қалған нақты бір баға емес, өзгеріп тұрады. Мысалы, біресе 6, 7, немесе 5 өзгеріп тұрады. Жақсы, мысалы, біз сататын болсақ, онда жәнегі мына бит бағасы бойынша сатады екенбіз. Міне, мысалы, 406 деген бағада сатады екенбіз. Егер сатып алатын болсақ, 413 деген бағада сатып алады екенбіз. Ол бізде міне мына жерде көрініп тұр. Мына бір сұр линияда, сұр бағалар, не дейді бұны, тікбұрыштымыз ба? Мына сұр линиямен боялған бұл баға біздегі жәнегі не болса, бит болса, яғни сататын бағамыз болса, мынау қызылмен белгіленіп тұрған, бұл бізде сатып алатын баға. Жақсы, бір позицияны, допустим, үстіге ашып көрейік, иә? Байды басам. Міне, менде қазір ағымдағы бағамен бір позиция ашылды. Бір мәміле ашылды жоғары қарай. Осы бағада, міне мына жерде көрініп тұр. Ордер дейді, номер ордері 589-09-497. Міне бізде ордердің номері тұр. Одан кейін мынада бай дегеніміз сатып алу деген сөз. 0.25 дегеніміз жәнегі позицияны ашқан көлемі. Ары қарай, міне мысалы ордер, одан кейін уақыты дейді. Күні мен уақыты белгіленеді. Бүгінгі 31 желтоқсан, мынада 13.01 дейді. Яғни бұл 13.01 дегеніміз бұл терминалдың ұсынып отырған бағасы. Ой, уақыты. Қазіргі бізде уақыт мысалы 17.00 болса, мына жерде 13.00 дейді. Яғни қанша 4 сағат разница бар екен. Одан кейін ары қарай бай деп тұр, тип. Бұл жәнегі жоғары не төмен қарай позицияны көрсетеді. Бай дегеніміз покупка, яғни жоғары қарай біз сатып алдық осы бағада. Ары қарай көлемі, жәнегі мәміленің көлемі 0.25 деген лотпен аштық. Символ дегеніміз жәнегі сауда құралының атауы. Цена дегеніміз осы біздің ағымдағы бағамен осы бағада біз сатып алдық. Және баға 410-да болып тұрған, 410-ға келіп тұрған кезде біз жоғары қарай сатып алған едік. Енді ары қарай стоп лосс пен take profit пока биік көрсетілмеген 0 болып тұр. Одан кейінгі цена дегеніміз бұл қазіргі ағымдағы баға өзгеріп тұр. 390 қазір өзгеріп тұр. Қазір 385 бұлдан өзгеріп тұр. И бұл жерде мына брокерде, мысалы, Кепчикинко компаниясы, осы брокермен жұмыс жасаймын, бұнда комиссия бар. Әр ашылған сделкаға комиссия алады. Мысалы, 0.25 лот болса, демек $2,5 комиссия алады екен. Егерде бір лотпен ашатын болсақ, онда $10 комиссия болады екен. И ары қарай, мына своп дегеніміз ол кейінге, егерде біз осы позицияны бүгін жаппай келесі күнге қалдыратын болсақ, мысалы ертеңге немесе ертең демалыс, сенбі жексенбі демалыс, дүйсенбіге дейін қалдыратын болсақ, онда біз әр күнге жәнегі своп төлейді екенбіз, ол да комиссияның бір түрі. Одан кейін нарда уже прибыль деп тұр, но біздің қазіргі немеге жүрді. Қазіргі біздің енді табысымыз немесе шығынымыз бар. Қазір мысалы біз осы бағада жоғары қарай аштық, баға одан төмен түсіп кетті, біз қазір шығынға ұшырап жатырмыз. Так. Енді мысалы take profit пен стоп лоссты қойған кезде, мысалы осы жерге осы стоп лоссқа немесе take profitқа 2 рет бас салуға болады. Одан кейін мына жерде уровень дейді, стоп лоссы пункты дейді, яғни 100 пункт. Мынаны пунктпен көрсетуге болады. Мысалы, мен мынарға 100 пункт деп қойдым, мына жерге 300 пункт, take profit 300. Осы қызылдағы сандарға бассам, бұл автомат түрде мына жерге көшіп береді. Яғни осы бұл мысалы мына өзгеріп тұр. Бұл қайдан алынады? Бұл қазіргі ағымдағы бағадан бастап есептеледі. Біз позицияға кірген мына бағадан есептелмейді, жаңағы 100 пункт дегеніміз. Бұл именно ағымдағы бағадан есептеледі. Мысалы, қазір мен мынаны қайттан өзгертіп жібердік. Сосын изменитті басамыз. Енді қайда біздің стоп лосс пен take profit? Міне стоп лосс. Баға осыған жеткен кезде автомат түрде сделкамыз жабылады. Бұл жерде мысалы 128 пункт болып тұр. Бізге 128 емес 100 пункт керек. Сондықтан біз мынаны жоғары қарай тартып қоюымызға болады.
міне баға осыған келген кезде қазір автоматты түрде сделкамыз жабылып болады. Бірақ шығынмен жабылады. Ал жаңағы мына жаққа баға егер осы бағадан жоғары кеткен кезде, мына жерге жеткен кезде біз табыс алады екенбіз. Бұл жерде 272 дейді, бізге 300 пункт керек. Мысалы 300 пунктте біз $65 табыс алады екенбіз. Ал егер кері бағытта кеткен болса, онда $21, $22 убыток алады екенбіз. Бұған жаңағы комиссия да қосылады. $22, тағы да 2,5, сонда 22, $24,5 убыток болады. Шығын. Ал нарыға келген кезде жаңағы 65-тен комиссияны алып тастаймыз. $62 енді прибыль алады екенбіз. $62,5. Так, жақсы, бұл жоғары қарай жаңағы маркет ордермен, ағымдағы бағамен біз жоғары қарай сатып алған жағдайда. Егер сататын болсақ, онда мынада так, мына сделканы жабысылайын, қазір бұл өтіп тұрады. Егер сататын болсақ, онда осы жерде сыл ордерін бас саламыз болды. Осы бағада ағымдағы бағамен біз төмен қарай позиция аштық деген сөз. Бұл жерде стоп-лоссты жаңағы осы жерден қоя салуға болады. 100 пункт. Немесе жаңағы ордер ашып жатқан кезде сразу бірден осы жерге стоп-лосспен тейк профитті қойып салуға болады. Өзіңіз есептеп аласыз да, осы ордерларды осы жерге көрсетіп қоясыздар. Жақсы, бұл жаңағы ағымдағы бағамен айттым ғой, және ордердің екі түрі болады. Біреу ағымдағы бағамен ашылады, немесе кейінге қалдырылған ордерлар. Ағымдағы бағадағы жаңағы үстіге және астыға қарай. Яғни сатып алдық, соны саттық. Осы екі мысалы примерді көрсеттім. Енді кейінге қалдырылған ордерларды көрсетейін, қалай қойылатынын. Мысалға, біз мына жерде бір деңгей бар керек. Баға осыған келген кезде, біздегі жалпы бағыт, например, төмен қарап тұр ғой. Бізге мына бағада, мен мына бағада сатқым келмейді мысалға. Тым төмен тұр. Маған баға осы деңгейге жақындаған кезде, осы деңгейден бастап төмен қарай сатқым келсе, мен онда жаңағы сell limit ордерін қояды екен. Осы бағадағы 412 деген. Оған кіреміз, новый ордерді басамыз. Мына жерде объемді көрсетеміз. Мысалы 0,1 лотпен кіруге болады. Так, рыночный емес, уже отложено, кейінге қалдырған ордер. Осыны басамыз. Төмен қарай мен сатқым келеді дедім және, яғни sell limit ордерін қоямын. Сосын бағамды көрсем, өзіме керек бағаны. 410 деген бағада мен төмен қарай сатқым келеді. Сразу стоп-лосс ордерін қойып салма болады. 410, 100 пункт, 510-ға дейін. Так, міне 510-да менде стоп-лосс тұрады, take profit төмен қарай. Міне, осы бағаға келген кезде менде төмен қарай sell limit ордері орындалады. Мысалы, мен егерде кейінге қалдырылған sell limit ордерін қойып қойсам, ары қарай осы монитордың алдында отырудың қажеті жоқ. Ордеріңізді қойып қойдыңыз, стоп-лоссты белгілеп қойдыңыз мысалы. Одан кейін take profitті да белгілеп қойдық. Міне, мына жерге бізде take profit. $300 пункт қылашы келген кезде. Бұл баға егер үстіге қарай кетіп, мына жерге осы 410 деген бағаға жеткен кезде ғана орындалатын ордер бұл. Егер де баға қазір үстіге қарай бармай, осы жерден тура астыға қарай кетіп болса, бұнда бұл ордер сөге орындалмай осы жерде қалады. Міне, орындалмаған кейінге қалдырылған ордерлар осы баланстың төмен қарай жазылатын, төмен жағында көрсетілетін болады. Егер де бұл қазір орындалған кезде, мысалы баға жоғары қарай кетіп, sell limit орындалған кезде, мына sell limit емес, мынаны жоғары қарай ауысады да, уже тек қана sell болып тұрады. Так, оны сіздерге көрсету үшін, мына бағаны мен сіздерге қазір жақындатып салайын. Осы бағаны мен мысалы мына жерге қоя салайыншы. Міне қазір баға егер үстіге кетіп мынаған тиген жағдайда, онда астыға қарай менде позиция ашылатын болады.
Так, қазір мына кішкентай тренд басталды. Сізге барам екен, бармайм екен. Яғни міне ағымдағы баға қазір 283 болып тұр. Маған 283 емес, 312-ге келген кезде төмен қарай позиция ашу керек. Мысалы, осы жерге қойып қойдық. Қазір баға осыған жеткен кезде, міне мынада екі линия көріп тұрмыз. Біреуі сұр, біреуі қызыл. Осының қызылы емес, сұры осыған тиген кезде ғана бізде төмен қарай сделка ашылатын болады. Неге? Өйткені біз қазір мына бит бағасы бойынша сатамыз. Вот міне орындалды. Және мынада астында тұрған енді үстіне ауысты. Міне, яғни біз осы бағада 412 деген бағада біз төмен қарай позиция аштық. Түсінікті, енді баға осыдан төмен қарай кетсе, біз прибыль табысқа шығамыз. Егер осыдан кері кетсе, міне мына жерге келген кезде, міне мынада стоп лосс деп тұр. Стоп лосс бізде 400. Жәнегі ашылған бағамыз 313 екен ғой. Мына жерге 313 келген кезде сделкамыз ашылды, төмен қарай. Енді 412-ге жеткен кезде бізде стоп лосс орындалады автомат түрде. Түсінікті, бұл төмен қарай позиция ашқымыз келген кезде sell limit ордерін осылай қояды. Так, келесі ордер, тағы бір лимиттік ордер, ол кейінге қалдырылған ордер, buy limit ордері. Buy limit дегеніміз, яғни біздің ағымдағы бағадан төмен бағада біз жоғары қарай сатып алғымыз келсе. Яғни біз осы жерге баға келген кезде, осы жерге баға төмен түсіп, келген кезде біз жоғары қарай сатып алғымыз келсе, онда buy limit ордерін қоямыз. Жәнегі sell limit ағымдағы бағадан жоғарғы бағада төмен қарай сатқымыз келген кезде қоямыз. Buy limit ордерін ағымдағы дегеніміз не мына біреу. Осы бағадан төменгі бағада жоғары қарай сатып алғымыз келсе қоямыз. Мысалы, міне 305-ке қоя салайын. 320-ға қоя салайын. Тез орындалу үшін. Міне осы қазір ағымдағы баға жоғары тұр. Ол төмен қарай кетпей, үстіге қарай кетіп қалса, онда біздің ордеріміз үстіге орындалмайды. Егер төмен қарай келіп, осы бағаға жеткен кезде, бізде жоғары қарай позиция ашылатын болады. Бізге именно сұры емес, қызыл линия осы біздің бағаға тиген кезде ғана бірақ орындалады. Стоп лосс пен тейк профитті осы жерде кейінді қоя салуға болады. Түсінікті, мына жерге керек бағамызды белгілей саламыз. Қазір баға осыған жеткен кезде жоғары қарай позиция ашылады. Енді оны ұзақ күтіп отырмай, мысалы былай тартып қоюға да болады. Бұл мысал ретінде көрсетіп отырмын, жақындатып. Негізі мысалға бізге именно мына жерге керек болса, былай қарай тартып қоямыз. Мына жерге қойып қоямыз. Баға осыған келген кезде жоғары қарай позиция ашылатын болады. Шығар. Қазір бағаға жақындатып қойдым. Қазір баға төмен қарай кетсе, бізде жоғары қарай buy ордері орындалатын болады. Қазірге buy limit орындалғаннан кейін buy ордері болып ауысады. Ағымдағы бағадан төменгі бағада біз жоғары қарай сатып алғымыз келсе, осы ордерді орнатамыз. Өстіп тұрып алады, енді орындалмай. Так, тағы біраз түскен кезде. Түскен жоқ, мысалы, орындалмай кетті. Сұр линия келіп соқты, бірақ қызыл соқпады, сондықтан баға орындалмай кетіп қалды баға. Так, түсінікті шығар. Түсінікті деп ойлаймын, келесісін көрсете берейін. Мысалы, бізге енді buy stop, sell stop ордерлары қалды.
Кейінге қалдырылған ордерлардың өзі төрт түрі болады. Жаңағы buy limit, sell limit, sell stop, buy stop. Sell stop дегеніміз, мысалы, біз жаңағы осы бағаға келген кезде біз төмен қарай позиция ашқымыз келсе, онда sell stop ордерін аламыз. Жаңағы 315-ке қояйық. Міне баға осыған жеткен кезде бізде төмен қарай позиция ашылады. Так, бұл sell stop, иә. Егер баға қазір ағымдағы бағадан төменгі бағада жеткен кезде асты қарай позиция ашу үшін қазір қызыл линия тиген кезде бізде төмен қарай позиция ашылатын болады. Ашылды уже. Енді бізде қазір мына жерде төмен қарай позиция ашылды. Баға қызыл линия осы бағадан төмен түскен кезде біз уже плюсқа шыға бастаймыз. Әзірге минустамыз. Так, жалпы түсінікті ме? Sell stop ордері ағымдағы бағадан төменгі бағада егер асты қарай сатып алғымыз келсе. Жақсы, түсінікті деп ойлаймын. Енді buy stop ордері қалды. Buy stop ордері мысалы біз мына жерде деңгейік, мына жерде зеркальный ордер. Міне баға келіп соқты, трек деңгейі бұзылып барып, қарсылық деңгейіне ауысты. Енді осы деңгей жоғары қарай бұзылған жағдайда біз үстіге қарай сатып алғымыз келеді. Ол үшін бізге buy stop ордерін қою керек. Buy limit емес, buy stop ордерін қоямыз. Так, 57-тен жоғары қарай, иә? 60-ны buy stop. Міне баға осыған жеткен кезде, осы деңгейді біз барып, мынаған келіп соққан кезде жоғары қарай бізде позиция ашылады. Жалпы осы, достар, ордерларды осылай қояды. Ағымдағы бағамен сделка ашқымыз келсе, онда бірден жаңағы рыночный ордер дейді. Осы бойынша төмен қарай ашқымыз келсе, sellді басыламыз, жоғары қарай ашқымыз келсе, buyды басыламыз. Егер де бізге бұл ағымдағы баға біз үшін сәтсіз баға болса, мысалы, бұдан дәл ағымдағы бағада емес, басқа бағада сделка ашқымыз келсе, онда уже кейінге қалдырылған ордерін ашамыз. Таңдаймыз. Мына жерде төрт түрі болады: buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Осыны керегінше осыларды қолданамыз. Мысалы, жаңа айттық, баға осыдан жоғары қарай мына деңгейді бұзғаннан кейін жоғары қарай позиция ашқымыз келсе, buy stop ордері. Buy stop ордері бізде қазір тұр. Егер де баға осыған келіп, осы деңгейден қайтадан төмен қарай кетеді деген болжам болса, онда жаңағы sell limit ордерін қоямыз. Sell limit дегеніміз, sell limit ордерін қойып, нарда бағаны көрсетеміз, мысалы 357, 357-ге мысалы қойып қойсақ, онда баға 357-ге келген кезде төмен қарай позиция ашылатын болды. Сол жалпы міне екі түрлі ордер болады: рыночный және отложенный. Нарықтық бағада позиция ашу үшін жаңағы рыночный ордерларды қолданады. И отложенный ордер ол кейінге қалдырылған ордерлар, ол басқа бағада позиция ашқымыз келсе, осы ордерларды қолданамыз. Осы, достар, ордерларға қатысты айтқым келгені. Жаңағы нарықтық бағада сделка ашқымыз келсе, мына жерде міне так, сауда құралының атауының жанында мынарды бар. Осыған басып, мына жерде sellді бассақ төмен қарай ашылады, buyды бассақ жоғары қарай ашылады. Бұл бізде нарықтық бағада сделка ашқымыз тез жылдам позиция ашқымыз келсе, осыны пайдаланамыз. Мысалы, төмен қарай сатқымыз келсе, мына sellді басыламыз. Міне сразу орындалды, бірден орындалды, көрдіңіздер ме? Төмен қарай. Егер де сатып алғымыз келсе, онда buyды басыламыз. Нарада жаңағы объемды өзгертуімізге болады. Мысалы, 0,3 лотпен жоғары қарай сатып алғымыз келсе, міне осы бағада бізде жоғары қарай позиция ашылды. Жалпы осы, достар, ағымдағы баға міне қайттан бір мынаның жоғары жағында тұрады, кейінге қалдырылған ордерлар астында тұрады.
кейінге қалдырылған ордер орындалған кезде ол осы жоғары жаққа ауысатын болады. Buy stop болса, мысалы, мына жаққа ауысқан кезде buy болып өзгереді. Жақсы достар, бүгінге осы. Қызық болса, лайк басып, түсінбеген жерлеріңіз болса, астына комментқа жазсаңыздар болады. Сосын тағы өзімнің қазақша трейдинг теориядан бастап ең алғашқы сауда операциясын орындағанша дейін деген өзінің нем бар, видео курсы бар. Қаламгершілер болса, қаңтар айының 15-іне дейін жаңа жылдық жаңағы скидкамен 40% скидкамен алуларыңызға болады. Жалпы бағасы 25 мың. Қаңтардың 15-іне дейін алам десеңіздер, 15 мыңға жаңағы скидкамен алуларыңызға болады. Жақсы, осы достар, айтайын дегенім. Қызық болса лайк басыңыздар. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен тағы да келесі жылда кездескенше сау болыңыздар.